Ал міне Алматыға келіп, группаласын тойын өткізіп, аман есен енді қазір Алматыны аралауға шығайын деп жатырмыз. Міне біздің Қарлығаш құрбымыздың үйіндеміз. Қарлығаш әу деп жүр. Қыздар, аман есен үйлеріңе жетіп алыңдар. Осы үйіміз келіп тұрыңыздар. Я всегда рада. Бәріміз амандықта кездескенше. Әсемкүл Ботабекова. Үсті бас қосып, жиі келіп тұрайық. Қарлығаш, саған рахмет. Осылай күтіп алып, шығарып сабақтарына. Ұстаздар, келіп тұрыңдар Қарлығаштың үйіне. Ажар. Рахмет қыздар. Бас қосып, бәріміз сондай жақсы нелер алдық бір-бірімізге. Сағынышымызды басып, әңгімелерімізді айтып, бір-бірімізге ақылымызды айтып, жақсы отырыс болды. Бақыттымыз. Ал қыздар, мен өзім ойыммен бөлісіп кетейін. Мен өзім кәдімгідей 5 жасқа жасарып кетіп баратырмын. Құдайға шүкір, осындай құрбыларымның болғанына. Алматы біздің қара шаңырағымыз. Осы Женпидан тәлім тәрбие алып, болашаққа керемет жолдама алып кеткен қаламыз. Женпи біздің киелі білім ордамыз. Енді қазір Женпиға барып, Женпидің қасына барып, суретке түсіп, жастық шақты ары қарай еске аламыз. Қыздар, давайте аман болайық, Құда қаласа. Жақсы қыдыру болсын. Рахмет, Қарлығаш, аман бол. Қарлығаштың Қазынаның қызықшылығын көре бер, Құда қаласа. Немере шөбере сүйе бер, Құда қаласа, сол немеренің сүндет тойына келе берейік. Қарлығаш, енді Құда қаласа немереңнің сүндет тойында қызмет жасайық. Оған дейін де кеп тұрайық. Аман болайық, бар болайық, бай болайық. Ал қыздар, мен таксиге отырдық. Біздің киелі шаңырағымыз Женпиға қарай жол тартып жатырмыз. Ал қыздар, жолымыз сәтті болсын. Аман есен Қарлығаштың үйінен шықтық. Қарлығаш, рахмет. Енді бізді Женпиге алып бара жатыр, Құда қаласа. Біз апарып тастайық, Қарлығаш шығарып тастайық бізді. Қыздар, керемет демалыс болды, айтыңдаршы. Керемет. Керемет. Қарлығашқа шын мәнінде бетіне жамандауға, жаңа мақтауға болмайды дейді ғой, бірақ бетің айтайын. Бетің айтайын. Алла разы болсын. Алла разы болсын. Құда қаласа. Сол бір қызың 10 жігітке татитындай қызмет жасасын саған, Құда қаласа. Немерелерің көп болсын. Қызмет жасайық сол немерелердің тойында. Ең болмаса тамақ жейтінде адам керек. Ең болмаса тамақ жеп, құдаларымды күтіп, өлең айтып, арасында анекдот айтып отыратын біз сияқты достар да керек. Қамада болатын болсын, Құда қаласа, келесі. Құйып беріп жүріп, өтіріктерді құйып организовать етіп. Енді Қарлығаш, енді неше түрлі өлеңдер жазғысы келем ғой мен. Айтам. Балам барабаншы, қызым қылғоршы, шүкір Аллаға. Жоқ, Қарлығаш, одан бұрын сендерге үйленгендер неше жыл болды да, сонда тойлап кету керек бір. Бейбітпен екеуің. 15 жыл. Мүмкін круглый дата келді. Давай, число белгілеңдер, кеп қайтайық. Мақұл қыздар, Құда қаласа. Женпидің алдында тағы бір видео саламыз. Давай. Ажар көрінші. Міне Ажар, Әсем, Қарлығаш, Курбанова. Мынау біздің Гоголя көшесі. Бізде Гоголя 2 еді. адрес па? Гоголя Масанчи еді ғой. Мичуринада филфактар бар еді. Мына жерде Алматы экономикалық колледж екен. Ностальгия. Қазақ тілінде, қазақ әдебиеті. Филфак, музыка, осы жақта. Қай жерде енді ол? Қазір ауылда. Өтпедік ау әлі?
Азыр жүрөт. Космонавт көшесі. Баягы тазыр. Мына жерде бір шайханаға кірсек уже көшеде қандай жерден берді тамақ. Маған не болады даже білмеймін не болады еді. Билинчи. мына біздің общежитие мына жерде біз тұрғанбыз 4 Базар жыл. ашып коюсундар ма? Жайма базар. Қазан базар ашып қойыппыз ғой, ә? Жайма базар. Өзімізге ашып кеткенбіз ғой. Студенттер аш қалмасын деп. Мен деген 114 екен ғой Google. Ярмарка дейт турай. Ярмарка істеп қойған. Біздің общежитие. Қыздар қай жерден түсеміз? Міне біздің территориямыз. Ой, рахмет. Міне студенттік шаққа саяхат. Мына біздің жанпейіміздің зданиясы ремонт болып жатыр екен. Мына жерде ЕГФ. География, биология факультеттерінің общежитиялары. Біз өзіміздің Гоголя көшемізбен келе жатырмыз. Өте керемет. Негізі 31 жылдан кейін осы көшемен жүріппіз. Қыздар бар қасымызда. Группаластар бір бөлмеде жатқан қыздар. Айтып жатқаным, тойда да бірге болдық. Енді керемет. Нағыз балғын жастық шақтың естеліктерін есімізге түсіріп келе жатырмыз. Мынау менмін. Достар, тағы да айтамын, 5 жасқа өзімді жасарғандай сезініп келе жатырмын. Мына жерден Алматы кітап. Осы жерден келіп біз кітаптар алатынбыз. Бір кездерде. Осындай. Мына қазір қай көшеге бұрылдық? Қалдым ғой мына көшені. Вокзалға барып. Это какая улица? Это какая улица? Ата Сейфуллина, спасибо. Сейфуллина көшесіне бұрылдық. Сейфуллина көшесі екен. Осы жерде театр болатын еді, бар ма? Қазақстан кинотеатры болатын. Почта болатын. Почтаға барып 15 тиындық ақша, 15 тиындар жинап алып сөйлесетінбіз. Қазір Қазақстан кинотеатры бар ма екен? Қазір өкінішке орай Қазақстан кинотеатрымыз жоқ екен. Орнына мынандай дөңгершектер, магазиндер салынып кетіпті. Мынау біздің аялдама еді. Мына жерде асхана. Мынау историктар, тарихшылардың общежитиясы. Міне қандай керемет студенттік шақ өткен жеріміз. Осындай жағдай. Құрметті достар. Енді біз мына жерде Парадисте деген осындай евразийский кухня екен, осыған келдік. Біздің қыздарымыз әрине күтіп тұр.